Декретте отырған ана дүйсенбі күні кішкентай қызымен паркте кофе ішіп жүреді. Күйеуінің тапқан ақшасымен серуендеп, рахаттанып жүргенін көрген еркектер әйелді жақтыртпай сыртынан өсектеп тұрады. Бұл қоғамда жалпыласқан декреттегі аналарға деген көзқарастары еді. Кореяда декреттегі әйелдердің қоғамдық дәрежесі тіпті төмен. Шындығында, декреттегі әйел болу соншалықты оңай деп ойлайсыз ба? Бұл үлкен тауға айналған Кореяның киносы. Бұл киноны қаншалықты жақтайтын көрермені бар болса, соншалықты жақтырмайтын көрермендер де бар. 300 мың көрерменнің дауыс беруі нәтижесінде киноға 8/6 деген баға берілді. Кино кітаптан түсірілген. Көптеген әйелдер одан өздерін көргендей болатын. Ендеше бұл қандай кино екенін біздің қазақша кино көр арнамызбен бірге тамашалайтын боламыз. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. 82 жылы туылған Айгүлдің күнделікті жұмысы тамақ жасау, үй жинау, тазалау. Күйеуі Азамат өте қамқор, көмекшіл. Бір күні Айгүлдің білегі ауырып, емханаға тексерілуге барады. Сонда дәрігер оған тамақты қазан пісіреді, киімді кір машинасы жуады. Сонда сіздің білегіңіз неге ауырады деп сұрайды. Мұндай сұраққа Айгүл не деп жауап берерін білмей қалады. Азамат кейінгі кездері әйеліне жаны ашып тұратын. Өйткені ол әйелінің өзі де байқамаған бір құпияны байқайды. Ұзақ уақыттық депрессиядағы Айгүл кейде басқа біреу болып сандырақтап сөйлейді. Есін жинағанда не болғанын білмей қалатын. Мұндай жағдайды байқаған күйеуі үндемей жасырып жүреді. Себебі Айгүл өзінің құтырып кеткенін білетін болса, ауруы асқынып кетеді деп ойлайтын. Сондықтан биылғы жаңа жылды саяхаттап қайтуға ниет етеді. Бірақ келін болған Айгүл саяхаттауға батылы жетпейді. Қайын жұрты келін үйге қайтқысы келмеді деп ренжіп қалмасын деп үлкен үйге барады. Табалдырықтан аттай салысымен Айгүл қарбаластыққа түсіп кетеді. Азаматтың ыдыс жууға көмектеспекші болғанын көріп қойған енесі, менің ұлым заманауи күйеу болыпты ғой деп келініне тесіп сөйлейді. Айгүл үйде өзі істейтінін түсіндірсе де, енесі жақтыртпай тұрды. Келінге үй жұмысын жасау міндетті, бірақ ер адам тіпті көмектесуіне болмайды. Еркектерді отырғызып әйелдердің жұмыс жасауы қазірде біздің жанымызда болып тұратын қалыпты жағдай. Екінші күні Айгүл шаршаған денесін сүйреп, ерте тұру жұмысқа кірісіп кетеді. Қарбаластықты әрең бітіріп, енді қайтты қалып тұрған кезінде қайын сіңілісі отбасымен келіп қалады. Бәрі отырғанда Айгүл күтуші сияқты дастархан жаюдың қамына кіріседі. Енесі өзінің қызына қайын жұртында шаршаған шығарсың, демала ғой деп еркелетіп отырғанын естіген Айгүл өзін ұстай алмай ауырып бастайды. Сонда ол шешесі болып: «Құдағи, шынымен қызыңа жаның ашитыны бар, менің де қызымды үйіне жібер. Мерекеде қызың келіп, ортаң толып, қуанып отырған шығарсың. Қарап қызығып кеттім ғой. Мен де өз қызымды сағындым, көргім келеді». Мұны естіген бәрі таң қалып, не деген әдепсіздік деп ойлайды. Азамат сасқалақтап әйелін ертіп үйден шығып кетеді. Айгүл машинада өз-өзіне келгенде не болғанын ұмытып қалады. Күйеуі үйге қайтайық десе де, әйелі шаршағанына қарамастан төркініне барғысы келеді. Себебі сол үйде ғана көңілі жайланып қалатын. Азамат әйелінің сандырақтауын тек шаршағаннан деп түсінетін. Бұл Айгүлдің өмірі, көптеген әйелдер одан өзін көргендей болды. Оқушы кезінде автобуста оған бұзықтар тиіссе де, қорққаннан қарсылық көрсете алмай, бір тәтеден телефон алып, әкесіне хабарлама жазып, алдынан күтіп алуын өтінеді. Бұл бала бірге автобустан түсіп, артынан аңдиды. Дер кезінде жаңағы тәте келіп, құтқарып қалады. «Шошып кеттің бе? Ештеңе болған жоқ, жылама» деп жұбатып отырғанда, қыздың әкесі келіп қалады. Кейін қызына: «Неге сонша алыс орталыққа барасың? Тез арада басқасына ауыстыр. Киіміңді дұрыста, мына көйлегің не? Көйлегің өте қысқа. Сосын күн көрінгенге күліп қарай берме. Қыздың жолы жіңішке екенін білесің ғой, бізді ұятқа қалдырма» деп кінәлайды. Айгүл универдегі оқуын бітіріп, жұмыс іздеп басы қатып жүргенде, күрегін бұрқыратып: «Соншалықты басын қатып жүрсе, жұмыс іздемей-ақ қой. Тұрмысқа шыққанша үйде отыр» деп ұрсады. Сонда шешесі ашуланып: «Қазір қай ғасыр? Әлі ескі дәстүр айтып отырсың ба? Айгүл, сен қалауыңның бәрін жаса» деп қызын қолдайды. Шешесінің мұндай реакцияда болуы өзінің сол ескі дәстүр құрбаны болуынан, сабағы жақсы болғанмен ағаларының оқу ақысын төлеу үшін мұғалім болу арманын тастап мектептен кетіп жұмыс жасайтын. Сәтіне салып, Айгүл үлкен компанияға жұмысқа кіреді.
Дегенмен жұмыста жақсы жобаларға 5 жыл бойы еш өзгеріс болмау керек деп ер қызметкерлерді жіберетін. Сонда әйелдердің жұмыстағы кемшілігі тұрмысқа шығып кейін декретке кетуі. Сол кезде Айгүл отбасы мен жұмысты бірге алып жүремін дейтін, бірақ бәрі ойындағыдай бола бермеді. Тойдан кейін үлкендер немере сүюге асықтырды. Босанғаннан кейін қызына қарау үшін амалсыз жұмыстан шығып кетті. Қызы сәл өскенде қайта жұмыс іздей бастайды, бірақ мамандығына сай жұмыс табылмады. Үйдің астындағы наубайханада уақытша жарты күндік жұмыс істей тұрайын десе, күйеуі ондай шаршайтын ауыр жұмысты қайтесің, үйде отырсаң болды, кім саған жұмыс жаса деді деп ренжіп қарсы болады. Азамат Айгүлді толық түсінбейтін. Айгүл тағы ауырып бастады. Бұл жолы құрбысы болып іштегі бар өкпесін айтады. Азамат Айгүл шаршамаса да іштей құлазып жүр. Дәл қазір оған рухани көмегін қажет. Жарайсың, сен керемет анасың, біз сені жақсы көреміз деп оған қолдауыңды білдір. Мұны естіген Азамат әйеліне барынша қолдау білдіреді. Бақытқа орай Айгүлді бұрынғы бастығы жұмысқа шақырады, ал Азамат 1 жылдық демалыс алып қызына қарайды. Айгүл жоғалтып алған өзін қайта тапқандай қуанып жүр, бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Енесі оның жұмыс істеп, ұлының үйде отырып, бала қарайтын естігенде ренжіп, келін, артық кетіп бара жатқан жоқсың ба? Ұлымның алдыда жарық болашағы бар еді ғой деп, келіне ұрысқаны аздай, құдағиына хабарласып, бәрін айтып береді. Қызының ауырып жүрген енді естіген Айгүлдің шешесі түнделетіп үйлеріне келіп, дүкеннің саудасын тастаймын, көшіп келіп, балаңды қараймын. Сен алаңсыз жұмысқа бара бер деп қызына айтады. Бұны естіген қызы әжесінің кейпінде сандырақтап сөйлей бастайды. Қызым, олай жасамашы. Гүлде құлпырған жас кезіңде ағаларыңның қамы үшін заводқа барып тігін тігуші едің. Шаршаған жүзіңді жасырып, әр айда еңбек ақыңды алып келгенді көрген сайын жүрегім сыздап ауыратын. Байқұс қызым-ау, шаршадың ғой сол кезде. Әлсіз анаңды кешірші. Айгүлге қанша қиын болса да, өздері бұл мәселені шеше алатынына сенемін. Сен оны өзіңе тартқан мықты қыз етіп тәрбиелепсің. Қарағым-ау, тағы да өзіңді тастап, өзгеге көмектеспекшісің бе? Қызының мұндай халін көрген шешесі қатты құлазып кетеді. Қызым-ау, жаным сол. Не болған саған? Не деп кеттің? Азамат, қызыма не болған? Неге мұндай болып кеткен? Айгүл, қарағым-ау деп еңіреп шешесі жылап қой береді. Бұл киноның ең тебірентер сәті. Қаншама әйелдер өздерінің еркін өмірін жақсы әйел болуға, жақсы ана болуға айырбастайды. Олай болмаған жағдайда елдің қауесегіне қалар еді. Мұңайып үйіне қайтқанда күйеуінің ұлына витаминдер алып бергенін көріп ашуланып, сенің тек ұлың ғана бар ма? Сен әлі дені сау ұлыңа қамқор болып жүргенде қызың ауырып есеңгіреп жүрген байқадың ба? Балаларын бөліп жаратын сен қандай әкесің дейді. Бәрі үнсіз тұрып қалды. Азамат әйеліне видеоны көрсетіп, жағдайын түсіндіреді. Ауруын естігенде Айгүл, қызымыз кішкентай кезде ауырып, сені алаңдататын болдым ғой деп уайымдайды. Азамат 1 жылдық демалыс алды. Айгүл жұмыс істеуді уақытша тоқтатып, уақытылы психологқа барып ем алады. Қолына қалам алып шығармашылықпен айналысады. Енесі де түсіністік танытып, арнайы дәрі-дәрмек әпереді. Қатал әкесі де витаминдер жіберіп, көңіл бөле бастайды. Ерке інісі де тәттілер алып, әпкесінің көңілін аулайды. Соңында бәрі жақсы жаққа қарай өзгереді. Киноның кейбір көрермені Азаматты жаман жақтан көрсетті деп наразы болды. Бірақ кинодағы Азамат аса қамқор әрі жақсы жігіт еді. Әйелі үйдегілердің алдында қорғайтын. Әйелі ауырғанда уайымдап ұйықтай алмайтын. Сонда да Айгүл сандырақтап ауырып қалды. Бала қарап отбасын ұстау Айгүлдің өзін-өзі жоғалтуына итермеледі. Ер адамдар да қоғамның қысымы мен әкелік парызын көтеріп жүр. Кімнің де болсын, көңілді өмір сүруі оңай емес. Кино ұнаса, қазақша кино көр арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.